Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Видеода біз шалғам, яғни редисканың пайдасы туралы айтатын боламыз. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіз білетіндей, бұл бірінші көктемгі көкөніс. Шалғамда адам денесі үшін ұзақ қыста көп қажет ететін көптеген дәрумендер, микроэлементтер және қоректі заттар бар. Шалғам көктемгі авитаминозды жеңетін бірден бір көмекші. С дәруменіне бай көкөністің тұрпаты қызыл болған сайын аскорбин қышқылы мол дегенді білдіреді. Сонымен қатар шалғамда В тобының дәрумендері, бет-жүзімізге қан жүгіртетін темір, жүректің жұмысын жақсартатын калий мен магний де бар екен. Құрамындағы клетчатканың көмегімен зиянды холестериндердің көлемін азайтып, ағзаны токсиндерге тазартады. Сонымен қатар шалғам ерекше зат фитоциндерге ие. Бұны табиғи антибиотик десе де болады. Сол себепті осы бір ащы көкөністі жақсы көретіндерге суық тиюдің алдын алады екен. 100 грамм шалғамда бар жоғы 14 килокалорий болады. Сол себепті шалғамнан еш толмайсыз. Керісінше шалғам май жиналудың алдын алып, зат алмасу процесін жақсартады. Ағзадағы қант мөлшерін қалыпқа келтіреді. Шалғам диетологтардың ең жақсы көретін көкөнісі. Айтпақшы, шалғамның жапырағы да дәрумендерге бай. Сол себепті оларды лақтыруға асықпаңыз. Жапырағын салатқа қосып, не болмаса қырыққабат сияқты буға пісіріп алсаңыз да болады. Жаңа піскен шалғамнан жасалатын кашадан компресс жасап, радикулитті емдеуге болады. Басыңыз ауырғанда жаңа сығылған шалғам шырынымен маңдай самай жағыңызды уқалаңыз. Іш қатқан кезде шалғам жапырағынан жасалған тұнбаны ішсеңіз болады. Бір үлкен қасық жапыраққа 1 стакан ыстық су құйып, 1 сағат бетін жауып қойыңыз. Тамақ ішіп болғаннан кейін 20 минуттан соң күніне 3 рет ішесіз. Ем 2-3 күнге ғана жалғасады. Іш қату қоймаса дәрігерге барған жөн. Шалғамнан бет терісіне пайдалы маска жасауға болады. 2-3 шалғамды ұсақтап турап, 5-6 тамшы өсімдік майымен араластырып, 1 шай қасық крахмал қосады. Қоспаны бетіңізге жағып 10 минут ұстаңыз. Шалғамды сатып аларда шалғамды дұрыс таңдай біліңіз. Көкөністің түсі алқызыл, терісі тегіс болуы қажет. Егер қара дақтар пайда болған болса, көкөніс бұзылайын деген сөз. Ал егер жұмсақ болса, бұл сортты шалғандар талшықты дәмсіз болғаны. Сатып алғаннан шалғамды тоңазытқышқа сақтаңыз. Жапырағымен 2-3 күн, жапырағынсыз 1 аптаға жуық тұрады. Шалғамның тағы бір жақсы қасиеті тәбетті жақсартады және аурудан кейін қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Жүйесінің жұмысын реттейді, ұйқыны жақсартады және зейіннің жақсы шоғырлануына көмектеседі. Қан тамырлары мен капиллярларды нығайтады, олардың қабырғаларын серпімдетеді. Бұл тамырлар мен жүректі қауіпті аурулардан сақтайды дегенді білдіреді. Алдымен әйелдерге арналған шалғам онкологияның дамуын болдырмауға көмектесетіні пайдалы. Бұл сүт безі қателі ісігінің алдын алу үшін пайдалы, әсіресе орта жастағы аурудың қаупі жоғарылаған кезде. Сондай-ақ тамыр жеміс жағдайды жақсарталады және ауыр кезеңдерде және менопауза кезінде күшін қалпына келтіреді. Баланы көтеру кезінде шалғамды тұтыну өте пайдалы. Бұл организмдегі дәрумендер мен минералдардың қалыпты тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Тамырлы көкөністің құрамында фолий қышқылының болуы түбегейлі маңызды болады. Бұл зат ана денсаулығын нығайтып қана қоймай, ұрықтағы патологияны болдырмауға көмектеседі. Егер фолий қышқылы денеге жеткілікті мөлшерде түссе, онда нәрестедегі туа біткен аурулардың немесе босану кезіндегі асқынулардың қаупін азайтады екен. Сонымен қатар жүктілік кезінде шалғам ісіну мен іш қатуды жеңуге көмектеседі. Иммундық жүйені нығайтады және қабынумен күреседі. Бірақ сіз тамыр жемісті аз мөлшерде қолданғаныңыз жөн, өйткені шалғамның көп мөлшері зиянды. Еркек денесі үшін шалғамды пайдалы. Біріншіден, тамыр жемістегі тамырлар мен жүректі қорғайды, холестеринді жояды, атеросклероз, ишемия және басқа қауіпті аурулардың пайда болуына жол бермейді. Шалғам несеп жыныс жүйесінің ауруларын емдеуге пайдалы. Құрамында аскорбин қышқылының көбеюіне байланысты тамыр өсімдігі қабыну мен аурудың жеңілдеуге көмектеседі. Шалғам потенциалға жақсы әсер етеді және сау жыныстық белсенділікті сақтауға көмектеседі екен. Денсаулыққа пайдасы мен зияны қарсы көрсетілімдерінің болуына байланысты тамырлы көкөністі келесі жағдайларда жеу ұсынылмайды.
Асқазан сөлінің көбеюімен гастритте, өткір панкреатит пен асқазан жарасының ауруында, ішек колиті, қалқанша безінің ауруларында, емізу кезінде, күйдіргіштікке бейімділікте. Кішкентай балаларға редис беру мүмкін емес, ал тамыр алқабына жеке аллергияның болуы да абсолюттік қарсы көрсеткіш болып табылады. Көкөністің тәуліктік нормасы 15 ұсақ шалғамнан аспауы керек. Өнімді күн сайын емес, аптасына 2-3 рет қолданған дұрыс. Ащы шалғамды аш қарынға жеуге кеңес берілмейді, бұл шырышты қабықты тітіргендіреді. Келе шалғамның ағзаға тигізетін пайдасы мен зиянын денсаулыққа, жеке жағдайына және көкөністі пайдалану нормаларына байланысты ақпараттар айта өттім. Шалғамды қабылдауға абсолютті қарсы көрсетілімдер болмаса, онда оны аз мөлшерде диетаға енгізу өте пайдалы болады. Бұл дененің барлық жүйелеріне пайдалы әсер етеді. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Осында қолымызда бар байлықты пайдаланып, деніміз сау болсын. Айтылған ақпараттар сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.